Қашанда үлкенді сыйлау, қарияны құрметтеу дәстүрі қазақ халқының ата салты екені бесенеден белгілі. Мемлекет тарапынан оларға көрсетілетін көмектің көлемі де жыл санап ұлғайып келеді. Бірақ бастысы оларға деген жастардың ықыласы, көңілі. Осыған байланысты ардагерлер үйінде кемел жас және жастар арасындағы психологиялық қарым-қатынас тақырыбында дөңгелек үстел өтті. Төлқұжатта ресми жасыңыз болғанымен сіздің физикалық жасыңыз оған сәйкес келмеуі мүмкін. Мәселен, 40 жаста 20 жастағыдай сезінуге болады. Сондықтан 60-тан асқан қарияны қарттық деген қызыл сызықтың арғы жағына жібермей, барынша көңіл бөлу керек дейді психологтар. Бүгінде елімізде денсаулығына байланысты үйден алысқа ұзай алмайтын қарт кісілердің қоғамнан тыс қалып қалуы өте өзекті мәселе. Сондықтан жастар жалғыз басты қарияларға қарттар үйіне жиі барып түрлі шаралар өткізуге тырысады. Мен психолог ретінде көп үлкен кісілер ой тастайды маған. Қазір жастарымыз қайда кетіп баратыр? Жастарымыз қандай? Ертең заман қалай болады? Өйткені олар біздің болашағымыз дейді. Сондықтан мен көп ойланып, осы жастар мен үлкен кісілердің арасын жақындастырып, жаңағы үлкен бір іс-шара өтуге атсалысуға шақырамын. Ардагерлер үйінде ұйымдастырылған дөңгелек үстелдің де мақсаты елдегі ұрпақтар сабақтастығын жалғастыра отырып, жастардың аға ұрпақтың жолын ұстануы. Бұл міндетті орындау үшін жас буында аянып қалмақ емес. Шараға арнайы келген студенттердің сөзінше мүмкіндік барда қазыналы қарттардан көбірек өнеге алып қалған жөн. Өзіміздің сонау ғасырлардан бойы сақталып келе жатқан салт дәстүрлеріміз бен ұлттық құндылықтарды насихаттау мақсатында біздің осындай ардагерлеріміз жастармен жиі кездесуде, осындай кездесулерді жүзеге асырып отыратын болса, онда жастардың бойына рухани адамгершілік қасиеттер қалыптасады деп ойлаймын. Шара барысында мамандар кемел жас және жастар арасындағы психологиялық қарым-қатынас туралы баяндама оқып, сіз не дейсіз деген тақырыпта пікір алмасу болды. Ақсәуле Абытай, Азат Байтемір, Жеті Ньюс.